Сәлеметсіздер ме? Ыбырай Алтынсарин атындағы номері 10-шы мектеп лицейдің 6-шы Г сынып оқушысы Төлемұрат Жауқазын. Менің ғылыми жобада алған тақырыбым грек жаңғағынан дәрілік өсімдіктер жасау. Дәстүрлі медицинада қолданылатын бірнеше рецепттерге тоқталып кетемін. Біз грек жаңғағын алып, оның сыртын ашып алып, осындай табақшаға саламыз. Табақшаға салғаннан кейін оны үгітеміз. Сары өрікті алып, оны да езіп аламыз. Үгітілген заттарымыз дайын. Енді үгітілген грек жаңғағы мен сары өрікті осындай ыдысқа саламыз. Біз табақшамызға үгітілген сары өрік пен грек жаңғағымызды салып алдық. Енді табиғи балдан 3-4 қасық саламыз. Енді оларды араластырамыз. Қоспамызды бір келке етіп араластырып аламыз. Біздің грек жаңғағы мен сары өрік пен табиғи бал араласқан қоспамыз дайын. Ең аш қарынға бұл қоспаны бір шай қасық қабылдап отыруымыз керек. Бұл қоспа бізге энергия беріп, иммунитетімізді көтереді және шаршауды басады. Біздің екінші әдісіміз. Бізге ыстық сумен грек жаңғағының кептірілген жапырақтары қажет. Біз ыстық суды ыдысымызға құйып аламыз. Ыстық судан керекті мөлшерді құйып алғаннан кейін кептірілген 3-4 жапырақты саламыз. Қақпағын жауып 5-10 минутқа тұндырып қоямыз. Біздің 5-10 минутқа тұндырылған шайымыздың нәтижесі осындай болады. Біз бұл шайды ішкеннен кейін ағзамыз тазарып, тері ауруларының пайда болуының алдын алады. Біздің үшінші әдісіміз. Бізге қажетті болатын заттар вазелин мазы және жаңғақ. Жаңғақты үгітіп, ыдысымызға салып үгітіп аламыз. Біздің үгітілген жаңғағымыз дайын. Енді вазелин мазын саламыз. Вазелин майымызды салып араластырып аламыз. Біздің жаңғақ майымыз дайын. Бұл жаңғақ майы теріге, шашқа және жараға пайдалы. Ол теріні жұмсартып және қабынуды басады.